Баршаңызға қайырлы күн достар, сіздермен Гүлсая. Бүгін сіздерге сүзбелі сочниктер дайындап көрсетемін. Міндетті түрде каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Өте оңай жасалады, дәмі өте керемет болып шығады. Ең алдымен ерітілген сары майымызға қантты қосып, жақсылап миксерлеп аламыз. Сары майымыз бөлме температурасында болу керек. Сонан соң 2 ас қасық қаймақ қосамыз, 1 жұмыртқа қосамыз. Жақсылап миксерлейміз. Сонан соң ұнымызға 1 ас қасық қопсытқышты қосып, араластырып аламыз да аз-аздан салып миксерлейміз. Ұнымыздың барлығын бірден салып жүруге болмайды, аз-аздан салып миксерлеп отырамыз. Және де қамырымыз осындай болып шығады. Соны қолымызбен қысып, жақсылап қамыр жасайтын боламыз. Дайын болған қамырды таза целлофанға кигізіп, тоңазытқышқа 40 минутқа қойып қоямыз. Енді салмасын дайындаймыз. Ол үшін творогқа қантты қосып, және 1 сары уыз қосамыз, және 1 ас қасық қаймақ және ұнды қосамыз. Осылардың барлығын вилкамен араластыратын боламыз. You have my heart, you have my soul, you have my whole, you have my control. Love me tender, love me sweet, with you I know that I'm complete. Сонан соң қамырымызды жаямыз, қатты қалың немесе қатты жұқа қылмай орташа қылып жаятын боламыз. Және бір жағына осындай 1 ас қасық салмамызды салып, екінші бетін аударып, екі шетін қысатын боламыз. Барлығын пергамент қағаздың үстіне қойып, бетіне жұмыртқаның сарысын жағып шығамыз. Міне достар, біздің сүзбелі сочниктер дайын болды. Иісі өте керемет. Бетіне әсемдігі үшін сахарный пудра сепсеңіздер де болады. Өте керемет шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Каналға тіркеліп, қоңыраушаны басып қойыңыздар. Және де осы каналдан тағы да қандай жаңа рецепттер күтесіздер, комментарияға жаза кетіңіздер. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Ас болсын.